Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен дәмді ірімшік тоқаштарын жасап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Алдымен ірімшігімізге ерітілген сары майымызды құйып аламыз. Оның үстінен 4 ас қасық құмшекер саламыз. Және 1 шай қасық ас содасын салып, блендермен езіп алатын боламыз. Жақсылап басы біріккенше езіп алатын боламыз. Үстіне 200 грамм ұн салатын боламыз. Міне 200 грамм ұнымыз салынды. Енді қамырымызды иілеп аламыз. Жұмсақ, өте нәзік қамыр шығады бізде. Жабысып қалмас үшін ұн сеуіп, қамырымызды екіге бөліп жайып аламыз. Қамырымыздың шетін тегістеп кесіп аламыз. Үстіне ұнтақталған грек жаңғағын салып, өз қалауларыңыз бойынша тәтті болсын десеңіздер, қант ұлпасын сепсеңіздер де болады. Қамырымызды рулет сияқты орап аламыз. Әсемдеп кесіп, формамызға салатын боламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Алдын ала қысып тұрған 180 градуста пешімізге 30 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің тәтті тоқаштарымыз пісіп шықты. Өте дәмді, нәзік болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Бота.